Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырыбымыз жүйке жүйесі. Әрбір адамның миында соншама көп нейрондар бар. Тіпті жер бетіндегі құмдардың түйіршіктерінің санымен бірдей екен. Бірақ біздің жүйке жүйеміз тек нейрондардан ғана тұрмайды, басқа да жасушалардан тұрады. Ең алғаш біз астроциттер туралы айтайық, иә. Астроциттер мына суретте жасыл түспен бейнеленген. Сары түсті олар нейрондар, жасыл астроциттер. Астроциттер олар гематоэнцефальды барьерді түзуге қатысады екен. Қалай? Байқап тұрсаңыздар, олар мұндағы қан тамырының капилларларымен байланысып тұрған көреміз. Яғни гематоэнцефальды барьер дегеніміз не? Біздің қан айналым жүйесіндегі айналып жүрген кез келген зат, олар миға ене алмайды, яғни орталық жүйке жүйесіне ене алмайды. Гематоэнцефальды барьерден өтсе ғана олар ішке қарай енеді. Ал осы гематоэнцефальды барьерді түзуге қатысатын жасушалардың біреуі осы астроциттер болып табылады екен. Астроциттердің аяқшалары капиллярларды орап, қоршай, айналып орналасқан, иә. Яғни мына жердегі тұрған ол астроциттердің аяқшалары. Ал бұл қалыпты жағдайдағы капилляр. Ал бұл мидағы, яғни жүйке жүйесіндегі капилляр. Қалыпты жағдайда капиллярдың бізде қабырғасын эндотелий деп атаймыз. Эндотелийдің арасында осындай тесіктер бар. Бұл тесіктер арқылы су немесе кейбір молекулалардың тасымалдануы болады. Астроциттердің аяқшаларының арқасында ол жердегі тесіктердің бітуіне, яғни жердегі мықты байланыстың пайда болуына алып келеді, онда ешқандай тесік болмағандықтан ол жердегі судың немесе басқа да заттардың транспорты бұзылады. Одан бөлек бұл құрылым липидті болып есептелінеді. Нәтижесінде тек майда еритін ғана заттар өте алады. Майда еритін заттар өте алады, ал суда еритін заттар өте алмайды. Біз жаңа айттық, мұндағы тесіктердің бітелуіне алып келеді. Тесіктер бітелген соң капиллярлардың көлемі де кішірейді. Қалыпты жағдайдан кішірейеді. Нәтижесінде тек ұсақ, кіші молекулалар ғана өте алады, ал ірі молекулалар өте алмайды. Сонымен гематоэнцефальды барьерден майда еритін молекулалар және де ұсақ молекулалар ғана өте алады екен. Бірақ алкоголь, кофеин деген секілді кейбір зиянды заттардың және де кейбір дәрілік заттардың өте алатынын айтуымыз қажет. Сондықтан да енді тағайындаған кезде ми патологиясында біз осы гематоэнцефальды барьерден өтетін антибиотиктерді іріктеп таңдауымыз қажет екен. Келесі жасушалар олар олигодендроциттер деп аталынады. Олигодендроциттер бұл жерде көк түспен белгіленген. Яғни нейронның ұзын өсіндісі аксонды бойлай орналасқан. Олар яғни миелинді қабықшаны түзеді деген сөз. Миелинді қабықша дегеніміз бір нейроннан екінші нейронға өтетін импульстарды электр импульстарының жылдам өтуіне және де дәл соның бойымен өтуіне жауап береді екен. Ал перифериялық жолынан денеге, аяқ-қолға қарай берілген жүйкені біз перифериялық деп айтамыз. Оның бойындағы аксонды қоршай орналасқан қабықшаны біз шыван жасушалары деп атайды екенбіз. Яғни олигодендроцит деген кезде шыван жасушалары және миелинді қабықты еске түсіру қажет. Келесі эпендималық жасуша дегеніміз не? Эпендималық жасуша олар мұнда орналасқан. Бұл жасушалар қарыншаларда астарлай орналасады. Әрбір мидың осындай қарыншалардан орналасқанын айтуымыз қажет. Эпендимальды жасушалар олар қарыншалардың арасында, қабықтардың арасында болатын ми жылын сұйықтығының түзілуіне қатысады екен. Одан соң микроглиальды жасушалар. Организмге инфекция түскеннен кейін оларды жоятын, фагоцитоздайтын жасушаларды біз макрофагтар деп айтамыз. Макрофагтар әр органда әртүрлі аталады. Мысалы, бауырда Купфер жасушалары, теріде Лангерганс жасушалары, өкпеде альвеолярлы макрофагтар деп аталынады. Ал мида біз оларды микроглиальды жасушалар деп атаймыз. Жаңа айтылған миелинді қабықша арқылы берілген бір нейроннан екіншісіне берілген, бір аксоннан екінші дендритке арғарай аксонға өтіп, яғни бір жасушадан екіншісіне өткен импульстың физиологиясын талқылайық. Мұндағы бір жасушадан екіншісіне берілетін жердегі біріншісін біз пресинаптикалық, екіншісін постсинаптикалық деп айтамыз. Дәл солай пресинаптикалық және постсинаптикалық. Әрекет потенциалы келді, енгеннен кейін ол мұндағы кальций каналдарының ашылуына алып келінеді. Сәйкесінше кальций каналдарының ішке кіруі орын алады. Ол мұндағы көпіршіктерге әсер етеді. Ал көпіршіктердің ішінде нейромедиаторлар бар. Нейромедиаторлар пресинаптикалық мембранамен байланысады. Сөйтсе нейромедиаторлар сыртқа, пресинаптикалық мембранадан сыртқа шығады. Сөйтіп, ондағы рецепторлармен байланысады. Ол рецепторлар
тітіркеніп, ондағы иондық каналдардың ашылуына алып келеді. Сөйтіп олар ішке енеді, нейромедиаторлар. Олардың ішке қарай енуі мембрананың деполяризациясын шақырады. Сөйтеді, ондағы әрекет потенциалын одан сайын күшейтіп, келесі жасушаға қарай берілуіне алып келінеді. Бірақ мұндағы процесс мұнымен бітіп қоймайды. Нейромедиаторлардың бір тобы метаботропты рецепторлармен байланысады. Бұл рецепторлармен байланысу нәтижесінде аденилациклаза деген секілді ферменттердің активациясын шақырады. Нәтижесінде ол ондағы ДНК-ның геніне әсер етеді, геннің транскрипциясын шақырады. Сөйтіп жаңа иондық канал немесе жаңадан ферменттің түзілуіне алып келінеді. Яғни организм өздігінен генді өзгерту арқылы жаңадан ферменттерді, жаңадан иондық каналдарды өзі түзілуін басқарып отыр. Қалған нейромедиаторлардың бір бөлігі қайтадан пресинаптикалық мембранаға оралып, қайтадан метаболизмге ұшырайды, қайтадан қор ретінде жиналып, осы процесс үздіксіз қайталана береді. Яғни адам қолын ыстық бір затты ұстап қалған кезде, ондағы сезіп миға барып, мидан қолыңды тарт деген сигналдың келіп, қолын алып қалуының өзі өте қысқа период. Осы периодта нейрондардың бойымен барып және де әрі кері қарай қайтып жүретін процестің осыншама қысқа уақытта болуы жүйке жүйесінің өте күрделі процестерге толы екенін дәлелдейді. Назарларыңызға рахмет.